эстетика болсындар, әдемі болсындар. Қайта түсіндір тоже. Жоқ, отырдар. Қасқа. Көземде біз мамалар сияқтымыз. Бәрге сәлем! Бүгін біз Көземдағы Буктолкинг туралы айтатын боламыз. Қыздар бізде қандай кітап оқыды? Біз Бейсен және болмыс кітабын оқыдық. Яғни Бейсен ағамыздың өмірде ұстаған қағидалары, ұстанымдары туралы кітап. Жалпы Осман обязательно сол кітаптағы ең ұнаған қағидасы или ұстанымы қандай болды? Мен үшін Бейсен ағамыздың ұстанған қағидаларында оның өмірі былайша айтқанда басқаларға қызмет ретінде өткен ұнады. Яғни басқаларға өзінің пайдасын тигізу, осы басқалары да көрсінші, басқалар да дамысыншы деген өзінің ойы. Яғни ол әр жасаған былайша айтқанда пайдасын бен көмегін көрсетпей жасайтын да. Яғни қаншама адамдарды ол үйлендірді, қаншама адамдарды оқытты, қанша адам яғни үй жоқ кісілерді үй тауып берді. Олардың бәрін еш жерге жария қылмай, яғни жақсылығын тек өзіме деп, яғни сол қалдырып жасырын түрде жасап жүрген ұнады. Яғни қоғамымызда сондай адамдардың бар болғаны маған қатты. Иә, біз жалпы Бейсен ағаны біз негізі көргенбіз ғой, телевизордан көргенбіз, бұрындай программалардан, мынандай мынау кітапта именно олар ұстанымдары, жалпы бір болмысын бір ерекше көрсетті да кітап. Андай өте жеңіл тілде жазылған кітап болды және ең қатты ұнаған кітаптардың бірі болды. Жалпы әр адам, мне кажется, оқу керек кітаптардың бірі болған сияқты, себебі ана ішінде өте көп құндылықтар, өте көп ұстанымдары өте көп болды да. И айтады ғой, что осындай жақсы болмысын көрсету үшін оған 40 қана жылдың өзі жеткілікті болған деген сияқты. Прям даже анау моментті білесіздер ма, то что уәдеде тұру туралы да айтылды ғой. То что әрбір айтқан сөзінің ол ешқашан орындалмай қалмаған. Яғни бір нәрсе айтамын, ол сразу кішкентай блокноты болған, и соған жазып, осы пиджактарын солар қалтасында жүрген деген сияқты. Сонымен қатар Бейсен ағамыз үлкен должность пен лауазымды кісілердің қатарында болды ғой. Сол кезде мысалы кейбір шеткі жұмыс жасайтын қызметкерлер туралы ұмытып кетеді да, бастықтар, қызметкерлер. Бірақ Бейсен ағамыз кез келген тіпті пол жуып жүрген апайлар болсын, сол жерде кішкентай жұмыс істеп жүрген ағалар болсын, әрқайсысының туған күні жаттап, олардың құттықтап отырғаны прямо деп сезініп қалдым, өзімді жүрегім жылып кетеді сондай кезде. Яғни адамгершілік қасиеті көрінеді да сондай кезде. Сіздер болашақта Бейсен ағамыздың қандай болмысын өздері ойларыңыз болмыстарын тыңдай алған сөз. Мен өзіме өте көп инсайт алған кітаптардың бірі болушы. Сонда бұл кітап тек қана просто биография оқығандай болған жоқ, иә? Жоқ. Шынымен де бұл кітаптың өте сіңірер құндылығы өте орасан зор деп ойлаймын. Және бұл кітапты басқа да қыздарға, басқа да адамдарға кеңес беретін оқыған. Сіздер бұл кітапқа оннан қанша бал қойып жүрдіңіздер? Оннан 100 деген. Оннан мың. Қазір прям айта аламыз, что оннан мың деуге баға сайт кітаптардың бірі ше. Болды әпке. Бәріне сау болыңыз. Бәріне не дейміз? Пока дейміз ба? Келіскен. Сол ғана әдемі бола тұрған. Давайте мен келесі сендер кездескенше дейміз. Давай. Кеттік, бірінші. Келесі кездескенше!